Қарасты ауылының номер 32-ші жалпы білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Мұрат Сағитұлы. Менің осы бейне сабаққа алған пәнім жаратылыстану бойынша бүгін өткіземін. Бүгінгі жаратылыстану пәні бойынша жанды табиғат өсімдіктер бөлімінің ішіндегі өсімдіктердің бөліктері қандай қызмет атқарады? Оқу мақсаттары: өсімдіктің негізгі бөліктерінің қызметін сипаттау, өсімдіктердің маусымдық өзгерістерін сипаттау. Сабақтың мақсатына тоқталып кетсем, өсімдіктің негізгі бөліктерінің қызметін өсімдіктен және өсімдіктің маусымдық өзгерістерін сипаттау. Өсімдік дегеніміз не? Өсімдік дегеніміз ол тірі ағзалар. Олар өседі, тыныс алады, қоректенеді және көбейеді. Жер бетіндегі оттегіні бөліп шығаратын жалғыз тіршілік иесі өсімдік. Өсімдіктің негізгі бөліктері бар. Олар тамыр, сабақ, жапырақ, гүл, жеміс және тұқым. Осы бізде өсімдіктің негізгі бөліктері болып келеді. Өсімдіктің тамыры топыраққа бекиді. Сабақ өсімдіктің жер бетіндегі бөлігі. Онда жапырақтар, гүлдер, жемістер орналасады. Міне, бұл суретте көріп тұрғаныңыздай тамыр, тұқым, жапырақ, гүл, жеміс, міне сабағы. Енді нақты өсімдіктің негізгі бөліктеріне тоқталып кетсек, тамыр өсімдіктің топыраққа бекітеді және одан сумен минералды заттарды сіңіреді. Тамырдың негізгі қызметі жер асты қоректену болып келеді. Ал сабақ өсімдіктің жер бетіндегі бөлігі. Ол су мен қоректік заттарды басқа бөліктерге өткізеді. Сабақта жапырақтар, гүлдер, жемістер орналасады. Жапырақ ол фотосинтез процесі арқылы жүреді, күн сәулесінен қорек түзіледі, оттегі бөліп шығарады, үшіншіден өсімдіктерді тірілейді, артық суды жапырақ шығарады. Гүл өсімдіктің көбею мүшесі болып келеді, тозаңдану арқылы тұқым пайда болады. Жеміс және тұқым гүлден кейін түзіледі, тұқым ішінде жаңа өсімдіктер бастамасы болады, ал жеміс тұқымды қорғайды және таралуына көмектеседі. Міне суреттен көріп тұрғандарыңыздай, тұқым. Ал мынау тұқымнан пайда болған жеміс. Біз оқушыларға арнайы тапсырма беруге болады. Мысалы, 2-ші сынып болсын, 1-ші сынып болсын, оларға вургул әдісімен арнайы тапсырма беруге болады. Қазір сізге көрсетемін. Жемістер мен дәндерді түзу үшін қажет. Ол бізде жапырақ. Дәндерден бөлінуден қорғайды. Ол бізде жеміс. Тірек қызметін атқарады. Сумен пайдалы заттарды өсімдіктің басқа бөліктеріне жеткізеді. Ол бізде тамыр. Қателестім, кешірім сұраймын. Ол бізде гүлдер. Гүл.
тірек қызметін атқарады, өсімдіктің топыраққа бекітеді, топырақтан су мен қоректік заттарды өз бойына сіңіреді. Ол бізде тамыр. Оның көмегімен өсімдік қоректенеді, тыныс алады және күн жарығын сіңіреді. Ол бізде сабақ. Осындай ойынды оқушылармен ойнатуға болады. Ары қарай бізде өсімдіктердің маңызына тоқталып кетсем, өсімдіктердің маңызы ауаға оттегі бөледі, тағам көзі болады, дәрілік өсімдіктері бар, сұлулық пен табиғат көркі болып келеді. Өсімдіктің маңызы осылар. Ал өсімдіктер қайда өседі? Осыған тоқталып кетсем, өсімдіктер бізде орманда, тауда, далада, суда өседі. Кейбіреуі үйде, бақшада арнайы өсіріледі. Ал енді сіздерге қазір 3D платформасы арқылы арнайы Ай мектеп. Бақшамыз шайқалып тұр. Иә, апамыз шөбін жылып, суарып қойыңдар деген еді. Қане кірісейік. Сәбізді шөп екен деп жұлып алдым, бірақ тамыры жұлынбапты. Қайта өсіп шығатын шығар? Дана, сәбіздің тамыры сәбіздің өзі. Сондықтан да оны жем тамыр деп атайды. Жем тамыр? Я, жемісі тамырында дегенді білдіреді. Жем тамырлар қоректік заттардың жиналуынан жуандаған өсімдік тамыры. Мысалы, қызылша, картоп, шомыр, пияз. Бұлардың барлығы жем тамыр. Түсінікті. Қане, ағаштарды суарайық. Аға, қараңыз, мына ағаштың тамыры көрініп қапты. Топырағының үстіңгі қабатын су шайып кеткен ғой. Мынау ағаштың діңі, мынау бұтағы, мынау жапырағы, ал алма жемісі. Гүлі қайда? Ағаштар ерте көктемде гүлдейді. Гүлі түскен соң орнына жемісі шығады. Жемісінің ішінде дәні болады. Мына ит мұрынға қараңыз. Кейбір сабақтарында гүлдері, кейбірінде жемісі өсіп тұр. Өсімдіктер алуан түрлі болады ғой. Олардың мүшелері бір-бірінен ерекшеленіп тұрады. Өсімдіктерді ерекшеліктеріне қарай 3 топқа бөледі. Олар ағаштар, бұталар және шөптекті өсімдіктер. Ит мұрын бұта ғой. Дұрыс. Ит мұрын,
бөрі қарақат, шырғанақ бұтаға жатады. Бұталардың да жемісі тәтті болады екен. Иә, тәтті. Тек қарақат, таңғурай бүлдіргеннің жемісін жидек деп атайды. Қоймадыңыз ғой. Не де болса, тәтті екен. Ары қарай өсімдіктердің маусымдық өзгерістері. Өсімдіктердің маусымдық өзгерістері ол бізде 4 мезгіл бойы өсімдік өзгереді. Қалай өзгереді? Мысалы, бірінші көктемде өсімдіктер қар еріп, жапырақ жылынып, өсімдіктер өсуді бастайды. Бүршіктер жарып шығады, жапырақтар пайда болады, көптеген өсімдіктер гүлдейді. Ал жазда өсімдіктер толық өседі, жапырақтары қалыңдайды, жеміс пен тұқым түзіледі. Фотосинтез күшейіп, қорек жиналады. Күз мезгілінде жапырақтар сарғайып түседі, қоректік заттар тамырға жиналады, өсімдіктер тынығуға дайындалады. Ал қыста бізде өсімдік өсуін тоқтатады, кейбіреуі толық қурайды, бірақ тұқымы қалады. Көп жылдық өсімдікте тамырымен тірі қалуы да мүмкін болады өсімдіктерде. Осы тақырыпты қорытындылай келе, өсімдіктер бұл бізде табиғаттың маңызды бөлігі болады. Олар бізге оттегі, тағам, дәрі және сұлулық береді. Әр өсімдіктің өз қызметімен маңызы бар. Табиғатты қорғау үшін өсімдіктерге қамқор болу әрқайсымыздың міндетіміз болып келеді. Бүгінгі сіздермен бірге болған бастауыш сынып мұғалімі Мұрат Зағипа. Сау болыңыздар.